Hayırlı yırta Respublika, hayırlı yırta bizden kadirli tamaşaçılarımız bir saat davamında bizden icad ettirken bu yılla baritik keldin üstüngün aşlayacak. Yemgiyet, sanagat, iqtisad, fen, medeniyet hem başka büyük köp ülkelerdeki mühim hal vakıgalarga avazdaş bulurga sakrabıt baragıdıla dostlar. Bugünkü tapşırı tuluhınsa milli medeniyet turahında bulasak Başkortistan'dın hem bizden kardeş Respublika Qazaqstan'dın sahne ahtılarıhın kurur hegit bizden studiyabızın türünde. İhtibar, bağısıbızın temli seylerin bugün Başkurt dilinde ara vakıtı bildilavsi ulsiyo birameklerin en köp atavsı tamaşasıbızga tapşırasakbız. Әлбетте шулай дөрес җавапты шулай ук фикердәрегезне һәм теләкләрегезне 295 92 хандарын йыйып Турай эфир студиясына yetkерә аласыз. Без сезгә йыр yetkерәбез көздән янсу көне сезгә ямыстәһен. Егеттер бүгінді студиялар Башқұртстан, Саха, Якут, Қазағстан ерсілері һәм музыканттары бүгін эфеге келділер һәм олар Башқұртстан халқына һәм қонақтарына шәп тамаш әдірлеген. 100% тауыш көтәтіп концертті ойыштырысылар бізге вағыда берді. Бүгін бізде қонақта Қазақстан егеттері. Олар менен таныштырып кетебіз. Мақсат Рахмет, Ошқын Жамалбек һәм Азимбек Байлин. Егеттер, бұна Қазағстандан келдік, Башқұртстан һезге оқшаймы? Бізде хауық түгілмі? Сөзіні сәлем демекші башыларыңызға Башқұрт еліне ассалаумағалейкум деп сәлем. Қазақстаннан жалын сәлем. Башқұртстан мен Қазақстан өте қатты ұқсайды. Адамның түрлері, кейбір сөздеріміз, ұлттық тағамдары, көп нәрсесі ұқсайды бір-бірімен.
Хүзәре йолалары гомумән беҙ боронғо беҙҙең тамырҙарыбыҙ бергә бит инде боронғо төрки халыҡтары. Ә музыка ҡоралдарына килгәндә, бына ошо музыка ҡоралы нимә дип атала? Домбыра деп атала. Домбыра. Ондай музыка ҡоралы беҙҙә лә бар. Беҙҙә ҡурай бар, Bizde sıvızga kuray Беҙҙә ҡурай, беҙҙең ҡурай матур тауыш. Ҡумыҙ бар беҙҙә. Һеҙҙә қобыз бар. Һеҙҙә ҡобыз бар. Беҙҙә қыл ҡумыҙ бар. Bizde de kıl kobuz var. Nar kobuz var. Dev болады nar kobuz. Bizde şәй бар. Беҙҙә рәсәй бар, беҙҙә Егеттәр бына ошондай иртәнге сәй артында һеҙҙең менән һөйләшеп ултырып, ысынлап та бик тә бәрәкәт дип әйтһәк, бик тә рәхәт дип әйтһәк, Ниндәй йырҙар йырлайһығыҙ? Bugün ba? Эйе, Bugün Башкортстанның ең негізгі сахнасы жаңағы орталық концерт залында өзіміздің репертуардағы авторлық әндер және де қазақтың жыраулық термелерін орындаймыз. Яғни ол тарихи көне жырлар 18 ғасырдағы, 19 ғасырдағы біздің қазақтың батыр бабалары жырлап кеткен жырларды бүгін кешке жаңа заманның талабына сай этно-рок, этно-поп жанрында орындаймыз. Сіздерді міндетті түрде шақырамыз, келіңіздер. Егеттер һеҙ саҡны яйыраҡ һөйләгеҙ яраймы? Сөнки беҙҙең ҡайһы бер тамашасылар ҡапыл ғына аңлап етмәүе лә бар. Һеҙҙең менән тағы концертта кемдәр ҡатнашасаҡ? Бізде тағы Якутия елінен келген Юлиана Кривошапкина. Кривошапкина. Ул нимә эшләй? Йырлаймы? Шаңғобызда. Виртуоз бар. Ҡумыҙҙа. Бізген осы Башқұртстанның өзінің танымал кәдімгі әншілері, топтары, Арғымақ тобы, Сәләм тобы, көптеген әнші бауырларымыз бірге сахнада өнер көрсетеміз. Шулай уҡ беҙҙең Башҡортостан этно-төркөмдәре лә бөгөн концертта ҡатнаша, шулай бит. Арғымаҡ, тағы ла кемдәр? Әсәләм. Зилә Бахтигереева. Зилә Бахтигереева. Һеҙ уларҙы беләһегеҙме? Ятаған төркөмө лә? Ятаған, кеше таныстық, қауыштық, сөйлестік. Олар ән айтты, біз ән айттық, кеше соло деген клубта болдық. Сұхбаттастық. Миңә был һөйләмдә бигерәк тә ҡауыштыҡ дигән һүҙ оҡшаны. Әйткәндәй, ҡауышыу дигәндә Башҡортостанда 2020 йылда донъя кимәлендәге фольклор байрамы үтәсәк, фольклорияда һәм был байрам тап Һабантуй осоронда үтәсәк һәм ни өсөн был турала һүҙ алып барабыҙ? Бына ҡаҙаҡтар һәм башҡорттар араһында тәржемәсе лә кәрәкмәй, сөнки һүҙҙәр тулыһынса бер-берегә аңлашып тора һәм бына Рәсәйҙең мәдәниәт министры Владимир Мединский әйтеүенсә, Рәсәйҙе сикләүгә алырға теләһәләр дә бындай эш килеп сыҡманы, сөнки Рәсәй үҙенең милли мәдәниәтен, милли колоритын һәм әлбиттә үҙенең тарихын һаҡлап алып ҡалалды. Халыҡтар дуҫлығын. Егеттәр бына Ҡаҙағстанда милли мәдәниәт, милли культура, милли инструменттар һаҡланамы икән? Бармы ошондай? Нисегерәк хәлдәрегеҙ һеҙҙең? Милли деген қандай, көне ма? Бына милли нейҙәр, традициялар, йолалар бармы? Халыҡ йырҙары. Міндетті түрде. Бізде халық ауыз әдебиеті өте көп тараған. Бізде халық әндері автор белгісіз. Автор кім десе, автор халық дейді. Бізде жаңағы Күлтегіннің жырлары бар. Бүкіл түркілердің атасы жаңағы Атилланың жырлары бар. Одан бертін келе бере жаңағы Асан Қайғының жырлары бар. 15-ші жырау, 15-ші ғасыр. Сосын 16-ші ғасырдан бар, 17-ші ғасырдан. Бізде ондай халықтық жырлар көп, том кітаптар бар. Бізде оны кәдімгідей мектепте әдебиет сабағында міндетті түрде өтіледі оның барлығы. Мұғайын Қазақстанда ла Ҡаҙағымдың 100 йыры деген китап барҙыр бит. Бына беҙгә тамашасылар шалтырата, Мәсетле районынан был беҙҙең Башҡортостандың иң алыҫ райондарының береһе. Хәйерле иртә, һаумыһығыҙ, һеҙ тура эфирҙа. Үҙегеҙ менән таныштырып китегеҙ. Мин Мәсетле районынан, Дуан Мәсетле ауылынан, Хәйерле иртә. Ахметшина Земфира. Яуаптарығыҙҙы ишетәйек, Земфира апай. Саҡырым, километр, метр, аршын, класс, сантиметр, миллиметр, метр дейік, аҙым, иле, шырпыт, менән дә үлчәгәндәр элек. Рәхмәт шылтыратыуығыҙға. Мәсетле районының Дыуан Мәсетле ауылынан булды, был шылтыратыу. Егеттер, бына һеҙ йыраусылар дип һөйләйһегеҙ, халыҡ йырҙары дип. Бәлки үҙегеҙҙең алып килгән йырығыҙҙан берәй беҙгә күстәнәс тә алып бирәһегеҙ, мөмкин булһа. Әйтегеҙ, йырлап ишеттерегеҙ. Китап бересме? Әнді көреге. Біздің Тұраным дейді. Тұран бүгін бүкіл түркітілдес халықтарға, башқұрттар, қырғыздар, қазақтар, түріктер, якуттар барлығына арналған Тұраным деген ән. Қазір орындап берейін. Тұраным деген жыр. Немені аңлады? Ау? Немені аңлады?
жаңа айттым ғой, Тұраным барлығына Башқұртым деген сияқты, қазағым деген сияқты, Тұраным, түркілерім деген. Менің қауым. Қауым. Менікі деген сияқты. Менің қауым. Қыран бабам хүйді, ей ұрпағатын ұрандаған хүйді, тұрандалам қыран бабам хүйді, ұрпағатын ұрандаған қазағым қайсар елім, жайсаң елім менің, кең далам ұланбай туған жерім, шыңдары таулары бар таласатын көкпен, ұлдары жаудан жерін азат еткен үйді, тұрандалам қыран бабам үйді, кел ұрпағатын ұрандаған үйді, тұрандалам қыран бабам үйді, ей ұрпағатын ұрандаған Афарин, рахмат. Бұна Бұл халық кері болды ма? Жоқ, бұл авторлған Ұшқынның әні. Демек, өзіңіз де ердар Өзімізде жырлаған. Бұна мен бұл концертқа әлбетте Башқұртстан дәулет концерт залында өтесек тамашаға әлбетте барға тырышасақ бұд. Сенки бұна тере тауышынан ерлайығыз бек матур. Баршаңызды кешке концертке шақырамыз, дүйім жұртты, дүйім халық шақырамыз. Келіңіздер. Концерт боласақ Башқұртстан дәулет концерт залында деп бір егіттер есімінен айтып қоябыз. Концертта тере тауышынан ерлайығыз. Әрине, Жанды 100% тірі Тере дауыста тауышынан ерлайығыз. Бұна Башқұртстандан тышылай ұқ Рәсей бойлап гастрольдерге барға ойламайығыз ма? Рәсейдің башқа тібәктеріне гастрольдерге. Башқа қалаларға. Мәскеуде болдық. Мәскеуде болдық, біз көптеген елдерде болдық. Индияда болдық, Дели қаласында, Түркияда болдық, Анкарада, Стамбулда болдық. Одан Башқұртстанға келіп отырып, көптеген жерлерге осы көппен аралаймыз. Жақында қыстық олимпиадада неде болды? Сочи қаласында. Сочи қаласында. Бұна хәзбедің әссәләм ятаған арғымақ түркімдері менен кесет яқшылап таныштық, дослаштық, қауыштық деп айтып қайдағыз өйтінде. Олар хәзбеге оқшағандар ма? Әрине, Қай хақтары менен хәз оқшаш? өйткені біз бәріміз музыкальный тілмен сөйлейміз де. Бәріміз сондай. Өйткені бәріміздің жанрымыз этно-рок, этно-поп. Музыка хәзі бірләштірейін дейм? Музыка бірләштірді. Сосын бізде арғымақ Алматыға барып тұрады, часто. Яқынырақ енді арғымақ. Сол кезде бізді шақырады, біз барып көреміз. Біз осында келсек енді. Бұна Башқұртстан ерсіларын өдегілге сақырға ойламайығыз ма? Башқұртстан артистерін Қадағыстанға сақырмайығыз? Бізде келеді ғой. Бізде Spirit of Tengri деген жылда конкурс фестиваль өтеді. Сол жерде міндетті түрде осы Башқұртстаннан арғымақ тобы деген сияқты әр бүкіл түркітілдес халықтар біздің Алматыда жинайды. Және де бұндай фестивальдар өте маңызды бүкіл түркілер үшін. Өйткені жаңа заман Американың музыка, рэп, поп кілең анандай дамып жатқан кезде ол миды өсірмейді. Миды өсіретін осындай фестивальдар ұйымдастырып жатқан осы Залифа ханымға осы жаққа бізді бәріміздің басымызды қосып шақырған. Үлкен алғысымызды айтып, бір рахмет айтып, шапалақ ұрып. Егіттер хәдедік нендей қалалардан? Алматыны кім бүттәгін? Алматыдан. Бізде Қазақстанның жері дәу. Тәуелсіз мемлекет дәу. Қазақстанның солтүстігінен Петропавл деген, Қызылжар деген қаладан, Ұшқын Құлжа деген қазақтың жерінен, мен Қызылорда деген Сырел, Жерел сол жерден болам. Үшеуміз үш жақтан, бірақ Алматыда өнер академиясында бірге оқып, сол жерде студент кезімізде топты құрып бастадық. Алматы өфінен зор ма? Алматы өфінен зор. Алматыла миллиондан ашу кішке шеш. Миллионнан асады, 2 миллионға жоқ. 2 миллионға яқын. 2 миллионға жоқ. Астанала 1 миллион кішке шеш. Астанада 1 миллион. Астанаға көсерге ойламайығын, бұны Астана бізге яқынырақ. Бұны Алматынан Астанаға көсерге ойламайығын. Көшуге біз бар. Бізге яқынырақ бұрысы. Тіләгі деп. Негізі енді өнердің жалпы ортасы, мысалға, Алматы.
Егеттер, бына шундай матур тауышығыз, шулай матур кәйефігіз үшін һеҙгә ҙур рәхмәт. Беҙҙең Башҡортта шундай йола бар. Беҙ килгән ҡунаҡтарға бүләк бирәбеҙ. Бына һеҙ беҙгә ер бүләк иттегеҙ, Ләйсән һеҙгә айырым бер бүләк бирәсәк. Беҙҙең тапшырыуҙың бағыусыһы Циастан компанияһы исеменән һеҙгә бына шундай күстәнәс бирәбеҙ. Бәлки алып ҡайтырһығыҙ, бәлки бында Өфөлә укышы сәйҙе эсеп, бергәләшеп, репетицияларға үтеп. Бөгөн беҙҙә Ҡаҙағстан ҡунаҡтары булды. Алашулы этно төркөмө егеттәре. Әлбиттә, уларҙы беҙ кискене бөгөн күрәсәк. Беҙ Башҡортостан концерт залында ҙур концерт буласаҡ. Был тамашала Рәсәй, Ҡаҙағстандағы иң билдәле этно-рок төркөмдәр сығышы яһаясаҡ. Хөрмәтле тамашасылар, беҙ бер нисә минуттан үҙебеҙҙең студияла йәнә Башҡортостан сәхнә йондоҙҙарын күрергә ниәтләйбеҙ. Беҙҙең менән ҡалығыҙ һәм беҙҙең